Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат. Бүгін үй жағдайында кебаб дайындайтын боламыз. Алдымен тауықтың төс еттерін жіңішкелеп кесіп, сарымсақ, тұз, бұршымызды қосып, жарты сағат көлеміне маринадтауға қоятын боламыз. Келесі кезекте көкөністерімізді бір келке етіп толықтай турап дайындап алатын боламыз. Келесі кезекте соусымызды дайындайтын боламыз. Барлық керек заттарымызды салып толықтай бір келке етіп дайындаймыз. Қыздар, сіздерге айтарым, бұл соустың дәмі өте ерекше. Барлықтарыңыз толықтай осы тәсілмен дайындаңыздар. Келесі кезекте төс еттерімізді дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаға ұнымызға матырып, су майымызды толықтай қуырып алатын боламыз. Мінекей, төс еттеріміз де дайын болды. Келесі кезекте кебабымызды толық жинастыратын боламыз. Мінекей, біздің кебабымыз да дайын болды. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Дәмі енді өте ерекше. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.